құдықтағы оқиға болғанына 3 жыл өтті. Құдық баяғыда көмілген болатын, ал әлгі құбыжық жайлы бәрін ұмыттық. Біз Владпен көлге бара жаттық. Күні бойы ыстық болды. Сол үшін біз шомылуға бардық. Дала қараңғылап, кеш болайын деп қалды. Сосын Влад көлдің жағасына бірдеме байқап қалды. Ол жерде біреу немесе бірдеме жатты. Біз бұны көмек керек адам деп ойладық. Сол үшін ойланбай сол жағаға қарай кеттік. Ол жерде үлкен ағаш болатын, және біз сол жерден өтетін едік. Біз сол жаққа қарай барып, ол адам емес, бір тіршілік екенін білдік. Бірден есіме әлгі құбыжық түсті. Ол Владты өлтіре жаздаған. Біз Влад екеуміз оны бақылап тұрдық. Ол мүлдем қозғалмады. Сосын Влад тас лақтырды. Сосын тыныштық. Ақырын жақында келе, мен де қорқа бастадым. Ол себепсіз жата берді. Және ол адам да емес, жануар да емес. Және мүлдем жүн жоқ болды. Осы кезде Владтың телефонның жарығы жарқылдады. Мен аяғымнан қатты ауырғанын сездім. Сосын адамдыкіне емес, одан да қатты айқайды сездім. Влад менің қолымнан ұстап, біз қаштық. Және артымыздан қуып бара жатты. Мүмкін бұл рек шығар. Бірақ ол құдықтан қалай шықты? Біз кішкене қораны байқадық. Сосын соның ішіне кірдік. Біз есікті құлыптап, бұл қора емес, бір шахтаға жол екенін түсіндік. Сосын тыныштық орнады. Сосын қайтадан толық тыныштық орнады. Сосын біз артта бірдеме болғанын сездік.